Қымбатты телекөрермендер, біз тікелей эфирге қайтадан оралдық. Ал дәл қазір біздің студиямыздың қонағы облыстық Бұқар Жырау атындағы әдебиет және өнер музейінің өнер бөлімінің басшысы Оразбек Бақытхан келіп отыр екен. Қош келдіңіз, Оразбек. Қош көрдік, қайырлы таң. Таң қалай сіз үшін? Біз үшін таң өте керемет. Негізі кішкене жайрақ тұратын едік. Бүгін сіздер қонаққа шақырғаннан кейін сәл көрбемізді ертерек түріп тастап, сіздерге келуге асығып, міне сіздермен қауышып отырғанымызға қуаныштымыз. Және бүгін қасиетті жұма баршаңызға мүбәрәк болсын. Рахмет, қайтадан қош келдіңіз дейміз. Жалпы өзіңіз Бұқар Жырау музейіне қалай келдіңіз? Соған тоқталып өтіңізші. Енді Бұқар Жырау атындағы әдебиет және өнер музейіне мен келгеніме көп уақыт болған жоқ. Қазір міне 2 айдан ғана асты. Оған дейін облысымыздағы жастар бастамаларын дамыту орталығында оқуымды бітіргеннен кейін 2 жыл қызмет атқардым. Менің алдымда Бұқар Жырау атындағы әдебиет және өнер музейінде көптеген ағаларымыз барлығы жұмыс жасады. Соның бірі Қуаныш Шарманов ағамыз жұмыс жасады, жұмыс атқарды. Ол жерде жаңағы ол кісі жеке шығармашылығына сәл бір жерде отырып жұмыс жасау қиындық болғаннан кейін орнына мені ұсыныпты. Кейіннен сол Бұқар Жырау атындағы әдебиет және өнер музейінің басшысының міндетін атқарушы Молдабеков Жеңіс Нұртасұлы хабарласты. Осында келіп өзімді бір байқап көруге. Ондағы жұмыс барлығы маған ұнады. Алдымен әрине таныстырып өтті, қандай жұмыстар атқаратынымыз жайлы. Менің бір өзімнің болмысыма келетін болғасын, мен бірден сонда жұмысқа келдік. Жақсы, енді өнер бөлімінің басшысы деп жатырмыз, өзіңізді өнерге жақын екеніңізді білеміз. Жалпы музейде шығармашылық кештер ұйымдастырылып тұрады. Соны ұйымдастыру қалай болып жатыр жалпы? Кімдерге арналады ол кештер? Енді жалпы музейдің ең басты мақсаты осы Ертіс Баян өңірі, яғни Павлодар өңірінен шыққан әдебиет пен өнер қайраткерлерінің шығармашылық мұраларын өскелең ұрпаққа, халыққа насихаттау, таныстыру болып табылады. Сондықтан біздің өңірімізден шыққан ақын жазушылар, әнші композиторлар атақты, мәдениетіне терең еңбек сіңірген тұлғалардың жаңағы айтамыз ғой, мерейтойлық даталары келген сәттерде сонда біз әдеби шығармашылық сазды кештер өткіземіз. Оған жаңағы бүкіл облысымыздағы зиялы қауым өкілдері, ақпараттық қауым өкілдерін және студенттерді де мектеп оқушыларын да шақырып отырамыз. Яғни сол тұлғалардың шығармашылық мұрасымен таныстыру мақсатында. Ол кісілер мысалы ақын болса өлеңдері оқылады, әншілер, композиторлар болса әндер айтылады деген секілді. Сондай бағытта өтіп отырады. Осы жұмыс 2 ай көлемінде жасадым деп жатырсыз. Бұған дейін қандай бір шара өткіздіңіз бе айтуы? Әрине, келгеннен кейін мен бірден енді бөлім басшысы болып топ ете қалған жоқпыз. Келгеннен кейін осында бізді жұмыс жасау қарқынымызды міндетті түрде байқап көреді ғой, әрбір жерге барғаннан кейін. Алғаш келген кезде маған берілген тапсырма осы республикалық Бұқар Жырау қалқаманұлының 350 жылдығына арналған Бұқар Жырау қалқаманұлының шығармаларының жаңағы арналған секциялық мәжіліс конференция өткізу мойныма тапсырылды. Өздеріңіз білесіздер, биылғы жылы 5 бірдей ұлы тұлғамыздың үлкен мерейтойлық даталар аталып өткенін, Мұса Шорманның 200 жылдығы, Машғұр Жүсіп-Көпеевтің 160 жылдығы, Сұлтанмахмұттың 125 жылдығы, әрине Бұқар Жырау қалқаманұлы бабамыздың 350 жылдығы. Үлкен пленарлық отырыс осы Естай атындағы мәдениет сарайында өтті. Онан кейін жаңағы секциялық мәжіліс біздің музейде өтті. Бұқар Жырау қалқаманұлы тақырыбында республика көлемінде 10-нан аса баяндама келіп түскен болатын. Біздің облысымыздан 5 баяндамашы осы тақырыпта тапсырған екен. Енді бізде жаңағы секциялық мәжілісте сол 5 ұлы тұлғамыздың атына 5 жерге бөліп тастады. Біреу жаңағы облыстық кітапханада болса, біреуі бізде болып жатты. Енді бірі жаңағы университет қабырғаларында болып жатты. Сондықтан бізге 3 баяндамашы келіп қатысты, және сонымен қатар Бұқар Жырау ауданының әкімі және сол Бұқар Жырау ауданының мәслихат хатшысы келіп, және Алтай республикасынан келген делегат мүшелері келіп сол конференцияға қатысты. Алғаш сол конференцияны өткіздім. Барлығы жоғары деңгейде өтті. Онан кейін сол ұлы дала дәстүрге айналған облысымыздағы, өздеріңіз білесіздер, сол ұлы даланы тойлаған сәтімізде мен
поэзия шеруін өткіздім. Онда жаңағы сол ұлы даланы өңіріміздің жас ақындарының жырына арқау етіп қосу болды мақсат. Сол ұлы даланы, облысымызды жас ақындар өлеңдеріне қосып, сондай бір үлкен поэзия шеру өтті. Сол Бұқар-Жырау ауылында. Осындай іс-шараларды атқарғаннан кейін барып осы өнер бөліміне тағайындады. Содан бері де қаншама іс-шаралар атқарып жатырмыз. Алдағы уақытта болатын бір айтулы сайыстар бар ма? Осындай бір даталарға байланысты. Әдеби кештер болсын. Ол әрине міндетті түрде бар. Жаңағы жоспар бойынша біз әрбір жаңағы енді өмірден өткен ақын жазушыларымыз бар. Аллаға шүкір, ортамызда қарайып жүрген көзі түрі үлгі аларлық, өмірі жастарға үлгі боларлық ақын ағаларымыз, әншілеріміз, композиторларымыз қаншама өздеріңіз куә болған. Осыдан 2 күн бұрын ғана мәдениет қайраткері, сазгер, әнші, Май ауданының құрметті азаматы Қайырбек Сатиев ағамыздың үлкен әдеби кешін өткіздік. Енді алдағы күндері біздерде дәстүрге айналған 2 жылда бір өтетін жаңағы оқулар бар. Соған дайындық жүріп жатыр. Онда бізде әдебиет бөлімі айналысып жатыр. Ербол Мәтеұлы оқушылардың барлығын жинап, онда жаңағы жас мектеп оқушылары қатысады. Онан кейін жаңа өздеріңіз ғана ар жақта отырып естіп отырдым, Жұлдыз Баймуллинаның туған күні деп жатырсыздар. Сол кісіге арналған әдеби сазды кеш өтеді. Оған да міне біз білек түріп дайындалып жатырмыз. Міндетті түрде оған сіздерді шақырамыз. Келіңіздер, куә болыңыздар. Бүгін барлық біздің қызметкерлер жағалаудағы үлкен ертіс провинанс сахнасының алдында таңғы жаттығуда жүр. Облысымызда тек қана музей ішіндегі шаралар емес, жаңағы әріптестік қарым-қатынаста облысымызда барлық мекемелермен біз бірлесіп, жұмылып қызметтер атқарып жатырмыз. Жақсы, айтып жатырсыз ғой, жаңағы жастарды тарту барысында көптеген шаралар ұйымдастырылып жатыр деп. Жалпы енді экспонаттар туралы кішкене айтып өтсеңіз. Жастарды жалпы енді әдеби кештерге, мысалы, жастарды шақырып отырасыздар, одан кейін басқаша қандай мақсатта тартасыздар жастарды? Музейді насихаттау барысында мысалы. Енді жастарға біз көбінде жаңағы әрбір музейдің қызметкері, әрбіреуінің өзінің жеке шығармашылық папкасы болады. Олар жаңағы тақырыптық лекциялар дайындайды. Оны жаңағы балабақша тәрбиеленушілеріне, мектеп оқушыларына барып, сол тақырыптық лекцияларды өткізіп отырамыз. Онда жаңағы өңіріміздің атақты тұлғалары туралы, мысалы, Естай Беркінбайұлына қазір үлкен тақырыптық лекция дайындалып жатыр. Оны біздің қызметкер Ержан деген бауырымыз дайындап, мектеп оқушыларына әндерін орындап, жаңағы барып насихаттайтын болады. Онан кейін ұлттық аспаптар туралы тақырыптық лекциялар бар әріптестерімізде. Ол кісілер жаңағы барлық оқушыларға ұлттық аспаптарды насихаттап, олар қалай ойналады, онымен қалай ән айтады, ән салады, сол жағын түсіндіріп, жаңағы насихаттап отырады. Қазіргі таңда мен қазақтың ұлттық асық ойындары деген тақырыптық лекция дайындап жатырмын. Әлі өткізе қойған жоқпыз, бірақ осы 23-ші қазан күні жоспарлап отырмыз. 30-шы балабақшаға барып соны өткізетін боламыз. Онан кейін ұлттық жаңағы ат ойындары деген тақырыптық лекциялар бар. Жастарға сондай тақырыптық лекциялар арқылы насихатталады. Және біз музейге мектеп оқушыларын алғаш биылғы жылы міне оқу қабырғасын аттап жатқан бірінші курс студенттерін шақырып, осы қасиетті Ертіс-Баян өңірінің өнерімен, мәдениетіне еңбек сіңірген осы ұлы тұлғалардың өмірімен, шығармашылығымен таныстырып, сол жаңағы музейде мысалы бізде 6 залдан тұрады. Ауыз әдебиет залы, онан кейін жаңағы 20-шы ғасыр әдебиет залы, әдебиет достастығы залы. Онда енді осы өңіріміздегі тек қана қазақтар емес, орыс әдебиетіне де еңбек сіңірген тұлғалар бар. Ол кісілерді де насихаттаймыз. Содан кейін жаңағы 20-шы кейінгі бергі жаңа ғасыр әдебиет залы деп айтсақ та болады. Сонда сол ақын жазушылардың шығармашылығымен таныстырады. Және біздің экспонаттарда негізінен сол ақын жазушылардың өздерінің жеке қолданған заттары, олардың бір тұтынған заттары, қол сағаттары болуы мүмкін. Кешіріңіздер, болуы мүмкін емес, бар. Мысалы, ескі кітаптар бар деген секілді. Мен енді қазіргі кезде әлі толық сол 6 зал бойынша әрбір қызметкер жатқа біліп, жатқа жаңа тапсыру керек.
өзіміздің музейде құрылған комиссия бар, сол комиссияның алдында тапсырылады. Мен келгелі бері мен қазір 4 залға ақырын дайындалдым. Енді бір 2 залымыз қалды. Бұйырса алдағы уақытта міне желтоқсан айына қойып отыр. Мен сол бүкіл қызметкерлердің алдында сол бүкіл экспонаттармен, экспозициямен таныстырып шығуым керек. Ол жерде мен жаңағы жақсы тапсырсам, ары қарай жұмысымды жалғастырам. Тапсыра алмасам тағы бір мүмкіндік беріледі. Оның барлығына үлкен бір тиянақтылықпен қарайды біздің қызметкерлер. Соған қазір дайындық үстіндеміз. Меніңше дұрыс айтылған сияқты, негізі енді барлығын білу керек қой. Әрине, міндетті. Жақсы бастама секілді. Қымбатты телекөрермендер, біз тікелей эфирге қайтадан оралдық. Естеріңізге салып өтейік. Бүгінгі біздің қонағымыз облыстық Бұқар Жырау атындағы әдебиет және өнер музейінің өнер бөлімінің басшысы Оразбек Бақытхан. Сұхбатымызды жалғастырсақ, жалпы әлеуметтік желілерде, соның ішінде Facebook парақшаларыңыздан бейне поэзияны көріп жатырмыз. Сөзхан тоқталып өтіңізші. Ол бір бастама ма, қалай? Бейне поэзия деген бұл тарихым өлеңді деген үлкен бір рухани жаңғыру бағдарламасы аясында іске асып жатқан жоба. Бұны өздеріңізге танымал жаңағы журналист облысымызда Абзал Қабдырашев бауырымыз, Досша Мұратбек деген бауырымыз екеуі бірлесіп ұсынған болатынды. Енді кейіннен Абзал Екібастұз қаласына жұмыс бабымен ауысып кеткеннен кейін бұл осы Бұқар Жырау әдебиет және өнер музейіне тапсырылды. Осы жобаны аяқтау, осы жобаны іске асыру. Осыны қолға алып қазіргі таңда енді 4 ауданымыз түсіріліп, өзіңіз айтпақшы, сол әлеуметтік желі Facebook парақшамызда, Instagram парақшасында және YouTube желілеріне де салынып жатыр. Бұл жобаның мақсаты осы біздің Павлодарда 12 аудан бар. Енді екеуі Ақсу мен Екібастұз қала, қалғандар аудан. Және өңірімізде Аллаға шүкір басқа облыстарға қарағанда жас ақындар бізде көп. Сол ақындарымызға бір ақын бір ауданды өзіне жаңағы меншіктеп алған, былай айтқанда, соған өлеңдер жазып жатыр. Яғни сол ауданның, облысымыздың дамуына қосып жатқан үлесі, ол аудандағы атқарылып жатқан шаралар, сол ауданнан шыққан әдебиетіміздің ұлы тұлғалары, өнеріміздің ұлы тұлғалары, солардың барлығын кірістіріп жаңағы өлең жазады. 2 минут немесе 3 минутқа. Сол өлеңнің желісі бойынша біз сол аудандарға барып жаңағы бейне ролик түсіреміз. Және сол жазған өлеңін өз дауысымен сол ақын оқиды, дыбысын жазып, соған жаңағы бейне клип айтқанда түсіріп, соны жаңа монтаждап, қазіргі таңда сол әлеуметтік желі арқылы салып жатырмыз. Кейіннен оны жаңағы дыбыстарын жеке жазып, дискқа видеолардың барлығын жазып, сол ақындардың барлығын Бұқар Жырау атындағы әдебиет және өнер музейінде жинап, сол жерде дисктің тұсаукесерін жасап, әрбір ақынға жаңағы сол дисктарды ұсынып, және шағын қаламақы сыйлықтар да бар ол кісілерге. Осы бір еңбектер үшін барлығы тапсырылатын болады. Оған міндетті түрде шақырамыз енді. Жақсы. Ақындар деп жатсыз, олар жергілікті ақындар болып отыр ғой сонда? Жергілікті ақындар осы Ертіс Баян өңірінен шыққан. Кейбір ақындар өздері, мысалы Ақтоғай ауданынан шыққан Бейбіт Бөжен ағамыз сол өзінің Ақтоғай ауданын алды. Баянауыл ауданынан шыққан, міне құттықтаймыз осы тікелей эфирді пайдалана отыра. Еламан Қасен деген бауырымыз жақында ғана міне редактор болды. Сол өзінің Баянауылын алды. Қалған ақындар енді келісіп өз араларынан аудандарды бөлісіп алды. Әрбір өз кім қайдан шығады, сол өз ауданын айтып. Сол жағын енді алуға тырысып жатты, бірақ басқалайды алған ақындарымыз бар. Тағы да басқа рухани жаңғыру бағдарламасы бойынша қандай жұмыстар жасалып жатырсыз деді, шаралар болсын? Енді рухани жаңғыру бағдарламасы шеңберінде осы біз Ұлы Даладағы сол поэзия шеруін атқарған болатынбызды, конференцияларымызды өткіздік. Осы жақында ғана сол қарағандылық әріптестерменен онлайн конференция өткізді. Онда енді біздің облыстық кітапхана ұйымдастырды. Біз осы Бұқар Жырау музейі атынан барып, сонда сөз сөйлеп, онлайн конференция қатыстық. Онан да басқа көптеген шаралар бар. Алдағы уақытта осы елбасының 2019 жыл жастар жылы деп жатырмыз ғой. Тағы да сол Бұқар Жырау ауданымен байланысқа шығып, сол Далба тауының етегінде бабамыздың басында екі облыстың жастары бір үлкен құрылтай, жастар құрылтайымен кездесеміз ба деген жоспар бар осы рухани жаңғыру бағдарламасы аясында. Тағысын осындай
іс-шаралар. Керемет. Жалпы осы рухани жаңғыру бағдарламасы деп жатырсыз, бейне поэзия деп жатырсыз, ақпарат технология заманында. Енді ұтымдылығы бар ма бұл бейне поэзияның қарапайым поэзияның айырмашылығы? Әрине, енді ақындардың өлеңін тек кітапқа ғана жазып шығара бергеннен көрі, осы әлеуметтік желі арқылы оның таралуы кең болады деп есептейміз. Және сол бейне поэзияның бірден бір мақсаты жас ақындардың бейнесін елдің, халықтың бір көзінде қалдыру. Яғни ертең осы бейне поэзия арқылы көшеден көрген, мысалы, жас бауырларымыз болсын, басқа да халық болсын, ол біз сізді жаңағы Facebook желісінен осындай өлеңіңізбен танимыз, осы аудан туралы өлең жазыпсыз деп танып жатса, ол біздің бір мақсаттың орындалғаны деп білеміз. Және сол бейне поэзия арқылы өскелең мектеп оқушылары, іні қарындастарымыз, осы ағаларымыз секілді өлең жазамыз, бізде де осындай бір іс-шараға қатысамыз деп ынта танытып, қолына қалам алып жатса, ол да біздің бір мақсатымыздың орындалғаны деп білеміз. Жақсы, осы ретте ұсыныс білдіріп жататын ақындар бар ма? Жалпы бейне поэзияны енді көріп жатырмыз ғой әлеуметтік желіден. Менде бір осындай ауданнан шығып едім, менде қатыссам бола ма деген сияқты ұсыныстар бар ма? Ұсыныстар бар, әрине. Енді дегенмен аудан шектеулі болғаннан кейін 12 ақын ғана біз жас ақындардан таңдап алдық. Әйтпесе біз енді Қуаныш Шарманов ағаларымыз бар, тағысында Тілек Сейітов ағаларымыз бар. Енді Аспанбекті өздеріңіз білесіздер, бейне поэзияны кеңінен қолға алып жүрген ақындардың бірі осы Аспанбек Шұғатаев деп айтсақ та болады. Көптеген отты, жалынды өлеңдері қазіргі таңда әлеуметтік желілерде, былай айтқанда, осы заман тілімен айтқанда хитқа айналып жүр деп айтсақ болады. Керемет. Жалпы осы ретте Бұқар музейінде, мысалы, мен көрермен ретінде сізге бір сұрақ қойғым келеді. Тарту үшін, мысалға, көрермендерді, келушілерді қандай бір шаралар болсын, былай жазып, үгіт насихат. Енді қалай айтсақ болады, әрбір ұйымдастырған іс-шарамызға ерекше бір ұқыптылықпенен, жауаптылықпенен қарап жатамыз. Яғни ол келген көрермен содан бір сүйсініп, содан бір тұшынып, көңіліне бір жақсы рухани қуат алып бір түйіп кетсе деп. Егер мысалы іс-шаралардың деңгейі төмен болып жатса, біздің музейдің есігін ешкім ашпай да кетер еді. Бізде енді қазіргі таңда осы Павлодар облысындағы жазушылар одағы филиалының төрағасы Арман Қани ағамыздан бастап, ақын жазушылар да, оқушылар да, студенттер де көптеп келіп жатады. Әр түрлі ауысып келіп отырады. Ол бір ғана көрермен емес. Сондықтан көрермендер үшін ұнап жатқан болу керек деп ойлаймын. Иә, солай ұнап жатыр деп айтуға болады. Өткенде ғана өзіңіз айтып кеткендей, музейге барып, студенттер қауымын, оқушылар қауымын, сонымен қатар ақындарды көріп бір марқайып қайтқанбыз. Рахмет. Оразбек аға, біздің уақытымыз шектеулі, таң атпай тұрып, уақытыңызды бөліп, таңғы жаттығуыңыздан қалып, студиямызға келгеніңізге көптен көп рахмет. Сізге шығармашылық табыс тілейміз. Көптен көп рахмет. Ең бастысы денсаулық, сәттілік тілейміз сізге. Алдағы уақытта биік белестерден көрінуіңізді тілейміз. Әлі талай біздің бағдарламаға келесіз деген ойдамыз. Рахмет үлкен.